Анам өмірден өткен кезде мен анасы өмірден өтіп кеткен адамдарға қатты ашуландым. Неге осы анасы өмірден өтіп кеткен кезде осындай өкініш болатындығын неге айтпайды олар? Мен анамды қатты қадірледім, бірақ өмірден өткен кезде одан да көбірек қадірлеуге, одан да терең құрметтеуге болатын еді деп қатты өкіндім мен. Мысалға дәл қазір анаммен бір рет кездесу мүмкіндігі үшін мен қолымда бар нәрсені ойланбай айырбастап жіберетін едім. Ал енді анасы тірі бола тұрып, қадірлемейтін адамдар бар, қоңырау шалмайтын адамдар бар. Олар түк түсінбей жүрген адамдар деп айтсам қателеспеймін мен. Ең үлкен өкініштің біреуі осы. Анасына жақсылық жасаған адам да өкінеді, жасамаған адам да өкінеді. Жасаған адам неге бұдан көп жасамадым деп өкінеді. Жасамаған адам неге жақсылық жасамадым деп өкінеді. Қасында жәннаттың есігі жүрген білу керек. Ол есік бір күні сынады, ол есіктен бір күні айырылады, ол есікті қайтып ешқандай ұстау орнына келтіре алмайды.